Анар тамыры жинау және өңдеу әдістері. Күзде тамырын қазып алады. Емдік қасиеті ащы дәмді, жылы райлы келеді. Ақ кірді тоқтатады, жұмыр құрт, таспа құрттарды түсіреді. Іш ауруға, дизентерияға, қан аралас ақ кірге ем болады. Басты ем болатын аурулары және пайдалануы. Қызықты және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Бірінші, жұмыр құртты түсіруге. Анар тамыр қабығынан 18 грамды қайнатып, үшке бөліп ішеді. Әрбір жарты сағатта бір рет, 4 сағаттан кейін тазаланған сордан ішу керек. Екінші, бүйрекке тас байлануға. Сірке суына шыланған анар қабығын, сары шырмауық гүлін әрқайсынан 30 грамды алып, қайнатып ішеді. Үшінші, тіс түбінен, мұрыннан қан ағуға. Анар тамыр қабығынан немесе гүлінен алып, қайнатып ішеді. Істелу мөлшері 6-12 грамм. Басты құрамы. Құрамында қабық сілтісі және майлы заттар бар. Видео пайдалы болған болса, онда туыстарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.